Ауданымызда Наурыз мейрамына арналған мерекелік шаралардың легі басталып кетті. Ұлыстың ұлы күні қарсаңындағы ерекше жиынның бірін Еламан жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Қарлығаш балабақшасы да ұйымдастырыпты. Күлімдеген көктеммен бірге қазақ даласына келген жаңа жылға арналған концерттік бағдарламаларды тамашалауға Бөбекжай әкімшілігі ауданымыздағы мүмкіндігі шектеулі жандарды арнайы шақыртқан екен. Осындай игілікті бас қосудың өткізуі туралы бастаманы аталмыш балабақшаның меңгерушісі Салтанат Рашидқызы көтеріп, ұйымдастыруына ұйытқы болған. Ауданымыздағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап, қарттарға арнап үлкен осындай іс-шара ұйымдастырып отырық. Мен енді ойлаймын, әр біздің Қарасай ауданының бүкіл мемлекетіміздің осындай мүмкіндігі шектеулі жандарға, қарттарға көңіл күй сыйлап, осындай көңіл сыйлап, біздің бар қайсымыздың бір міндетіміз. Тәрбие талбескен демекші, мерекелердің серкесі әз Наурызды өз биігінде қарсы алуды балабақшаның тәрбиелеушілерімен қоса ата-аналары да бірге өнер көрсетті. Қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптеген әрбір топ бесікке салу, қырқынан шығару, тұсау кесер, байғазы, айтыс өнері сынды қазақтың салт дәстүрі жайлы мағлұмат беріп, қойылым қойды. Олардың белсене қатысқан елеулі еңбектері ескеріліп, араларынан ең үздік топқа ақшалай жүлде табысталды. Сахнада сан құбылған көрініс, әуелеген әсем ән, мың бұрала билеген қыздар жиналған көпшіліктің көңілін бір көтеріп тастағандай болды. Ал әз Наурызды тойлауға арнайы шақыртылған мүмкіндігі шектеулі жандар қазақтың жаңа жылын керемет көңіл күймен қарсы алып, бүлдіршіндермен балаша қуанды. Мерекелік жиын әрі қарай мүмкіндігі шектеулі болғанымен, қоғамның толықтай мүшесі саналатын жандардың құрметіне жайылған ақ дастархан үстінде бас қосып, емен жарқын әңгіме айтып, оларға Наурыз көже таратумен жалғасты. Шараның соңы өнерлі өрендердің дайындаған концерттік бағдарламасымен аяқталды. Сюжетті дайындағандар Бұрым Орынбасар, Бағдаулет Талип.